Бірінші маусым балаларды қорғау күні Алматы қаласында ит аулайтындармен бірге қаңғыбас балаларды аулап, қамауға алатындар жұмыс атқарып жүр. Тілшіміз мән-жайды анықтап қайтты. Біз жағдайы төмен отбасымыз. Менің 14 балам бар. Соның үшеуін қаңғып жүрген бала деп ұстап әкетіпті. Сол ұстағандарды іздеп жүрмін. Қалған балаларды да бері жіберейін деп, кішкене қарай тұрса, 30 жылдық тойлап келген соң қайтып аламын деп отырмын ғой. Мен көп балаланамын. Маған тегін бер. Өте дұрысына. Баяғыда бөтен адамға жолауға қорқады дедік. Қазір япырсамайттар, жарапазан айтып берем, үйтіп берем, бүйтіп берем, сөйтіп берем деп кәдімгідей нагло қайыршы болып кеткен ғой, яптыгідік. Қазір летний каникул болса, қаптай ертең вообще қайыршы балалар емес па? Акимат қайда қарап отыр, мен вообще түсінбедім бұларды. Республика алаңына қарап отырмыз по факту. Қазіргі таңда балдарды кімдер, не мақсатта ұрлап жүргендерін жергілікті полиция қызметімен бірге анықтап жатырмыз. Енді балаларыңызға ие болыңыздар дейміз, абай болыңыздар дейміз. А в идеале қалан кезетін математикалық тренажерін алып берсеңіздер, балаңыз не только үйде отырып математиканы үйренеді, но әр есеп шығарған сайын ақша табады. Балаңызға қазірден бастап сапалы білім беріңіздер. Математик болып кетпесе де енді логически ойлауы дамиды, миы қозғалады дегендей. Зато өскенде акимат деп вечный недовольный болып жүрмейді. Таңшолпан Тангенсова, Қаншолпан Қотангенсова, ПТК арнасы.